Бейсенбі күні Ресей президенті Владимир Путин қиыр шығыстағы Курил аралдарына алғаш рет барды. Бұл осы аумаққа дауласып отырған Жапония тарапынан қатаң наразылық тудырды. Жапонияның бас дипломаты Тосимитсу Мотеги бұл сапарды айыптап, Токио солтүстік аумақтар деп атайтын бұл аралдар тарихи тұрғыдан да халықаралық құқық бойынша да өздеріне тиесілі екенін баса айтты. Ресейлік мемлекеттік бақ Путиннің даулы аралдардың ең үлкені Итурупта болып, мектепті, аурухананы және уылдырық дәмін тартып көрген балық өңдеу кешенін аралаған бейне жазбаларын жариялады. Ресей лидерінің аялдауы әскери теңіз флоты жаттығулар өткізіп жатқан көршілес Сахалин аралына жасаған қысқа сапарынан кейін болды. Сахалинде Путин Ресейдің шығыс шекараларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі бойынша жиын өткізді. Курил архипелагын Ресей 1945 жылдың тамызында КСР Жапонияға соғыс жариялағаннан кейін бірнеше күн өткен соң екінші дүниежүзілік соғыстың соңғы кезеңінде басып алған еді. Пайдалы қазбаларға бай аралдар Кремль үшін стратегиялық маңызға ие болып, әскери базалар мен балық аулау аймақтарын қамтамасыз етіп отыр. Бұрын бұл аралдарда 17 мыңға жуық жапон тұрған. Ресей аннексиядан кейін көп замай оларды депортациялады. Ал бүгінде онда 20 мыңға жуық Ресей азаматы тұрады. Содан бері Мәскеу мен Токио арасында қарым-қатынас суық күйінде қалып отыр. Кремль басшысының аралдарға соңғы сапары 2010 жылы болған еді. Ол кезде президент болып тұрған Дмитрий Медведев кейіннен премьер-министр ретінде ол жерге бірнеше рет қайта барған болатын.